Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жиенбаев Нұрдәулет, және мен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының екінші курс магистратура студентімін. Менің магистрлық диссертацияның тақырыбы блокчейн технологиясына негізделген қауіпсіз жеткізу тізбегін басқару жүйесін құру алгоритмдерін зерттеу. Және де менің ғылыми жетекшім ол Киреев Әділжан Құтымович. Ендеше мен өзімнің тақырыбым туралы айта кетсем, ол менің проектімнен басталады. Яғни менің проектімде осындай кодтан тұрады. Ол app.py файлы және де көптеген басқа да файлдар. Бұл жерде көре тұрсаңыз болады. Ары қарай сол сайттың өзіне өтсек, мұнда мысалға шығып кетейін. Ең басты бетте ол тіркелуді сұрайды, немесе жүйеге кіруді сұрайды. Бұл жерде біз көптеген информация көре аламыз. Яғни ең бастысы бұл информация барлық тауарлар жөнінде, яғни блокчейн жүйесі бойынша негізделген. Бұл жерде 1341 мысал ретінде тауарды көре аламыз, және де 36897 блок көре аламыз. Бұл жерде фильтрация жүйесі бар, және де фильтрация жүйесінің тізбектерін өзгертуге болады. Осындай ретінде және де түнгі және күндізгі режим ретінде қолдансақ болады. Ал ендеше жүйеге кіріп көрсек, біз осындай неге кіреміз. Ары қарай өтсек, мысалы продукт қосуға болады. Мысал ретінде жүзеге асыруға болады осыны. Осыны сақтаймыз, және көріп отырғанымыздай Genesis блок қосылды. Genesis блок дегеніміз ол ең алғашқы блокчейн қосылған кезде болатын шарт. Яғни 0-ден басталады, одан кейін 64.0 болады. Оны тексерсек те болады. Көріп тұрғанымыздай барлығы дұрыс. Мысал ретінде басқа да тізбектерді алып көрейік. Бұл жерде 30 блоктан тұратын тізбек бар. Бүкіл информация тіркелген. Көріп отырсаңыздар, әр информацияда, әрбір блокта өзінің хэші болады. Және де оны біз мысалы PDF формат ретінде жазып аламыз, жүктеп. Және осындай PDF файл ретінде бізге көрініс береді. Назарларыңызға рахмет.